Сәлем баршаңызға. Бүгін сіздермен ауызашарға осындай өте жұмсақ әрі тез дайын болатын шоколадный пирог дайындайтын боламыз. Рецептке лайк басып, достарыңызбен бөлісіп кетіңіздер. Онда бастадық. Алдымен ыдысымызға құрғақ заттарымызды салатын боламыз. Un, какао, ас содасы, 2 чайный ложка ас содасына 1 ас қасық алма сіркесін салып, осылай бір-біріне көпіртіп араластырып алатын боламыз. Жаңағы ұнды массамызға саламыз. Енді кезек бізде жұмыртқаны саламыз, қантымызды саламыз, сұйық майымызды саламыз и жылы сүт салатын боламыз. Енді венчиктің көмегімен жақсылап комочка болып қалмау керек, жақсылап араластырып алатын боламыз. Пирогымыздың қамыры осылай сұйықтау болады, көріп тұрғандарыңыздай. Енді листімізді майлап алып, менде бұл жерде үлкен лист көріп тұрғандарыңыздай өте дәу болып шығатын пирогтың рецепті. Бұл жерде лопатканың көмегімен жақсылап тегістеп аламыз. Осылай сторға 1-2 ур жеріп, бірдей шықсын десеңіз. Міне пісіп шықты. Зубачкамен тексеріп алып, пышақпен кесіп алатын боламыз. Пирогымызды осылай 4 бұрышты етіп кесіп алдым. Бетіне шоколад ертіп құйсаңыздар болады. Менде шоколад аздау болып қалды. Негізі көптеу құйсаңыздар өте дәмді болып шығады. Үстіне осылай кокосовый стружкалармен жасап шықтым. Пирогымыз дайын, өте жұмсақ әрі нәзік болатын болады. Шай, кофелермен күшті кетеді. Ас болсын. Рецептке лайк басып сақтап алыңыздар.